Облыс әкіміне және біздің Қамбар ағамыз түгел бәр подпунктта ең бірінші мәселе бізді Марқакөл мен Қатон Қарағай қорығына кіргізу мәселесін көтерді. Ол сұрақ бойынша көтерді сол маманды. Соны баяғы ол кісі возможно туристический ені организовать еткенге ол возможно істеуге болады. Қай Бобровка деді ме, сол сияқты жасауға болады деп. Ең бірінші, сондай нәрсені айтты ол кісі. Содан кейін мына екі өзен бойынша біздің мына облыс әкіміміз көп нәрседе хабардар емес екен. Және міне Сафур апайымыз көтерген сұрақ бойынша ол мына екі өзенді халық сорадан су ішеді, сораға суға түседі, жайылым жоқ деді. Сол мәселенің бәрін неге қаралмаған, неге мен білмеймін деген сұрақ қойды Күршім әкіміне. Күршім әкімі ол вопросты біз өзіміздің деңгейде шеше аламыз деді. Шешеміз деді. Қайда жүріпті? Соның бәрін енді және картасын бәрін сызып көрсетіп, өз ана кісі орнынан тұрып келіп, соның бәрін қарап, ол мәселенің бәрін жазбаша түрде тапсырдық. Оның бәрін қарастырамыз деді. Енді бір айтары, бұл кісі біздің алдындағы болған Даниал Ахметов сияқты емес. Бір нәрсені кірісіп көргісі келіп жатыр. Күз кезінде міндетті түрде өзім барып қайтам деді ол. Келеміз деп, соның бәрі. И одан кейін слушание туралы мына голосование, халықтың голосованиясы, оны кіргізу мәселесі қарастырылды деп айтты. Қата болғанын айтты еще. Ол қата болған алдындағылар қата болып, енді осы болатын слушанияда міндетті түрде сол жағын қараңдар деді. Сондықтан біздің халық келген кезде протоколға қол қою дегенді обязательно ешкім қашпай, сорада қарсы екенін білдіріп, фамилиясы, аты жөнін, иін жазып, сорада қарсымыз деген егер қолымызды қойып кетуіміз керек. Содан кейін тағы бір қосыла кететін, әкім мырза ауылдың несіменен сөйлесер кезде, сенге барар кезде, мына ненің, біз өзіміздің немізді айтқан кезде, основной толғандырып жүрген завод фабриканың тоқтату мәселесі қазір соттан кейін қаралады. Бірақ ұзартуға тырысамыз, ұзартқанда созып аламыз, олардың жұмыстарын істеткізбей созуға тырысамыз деді. Одан ары өз жұмыстарымызды жүргіземіз одан ары деді. Оған дейін туризмді дамытуға көмекшісіне задача берді. Туризм жөнінде не орнына тұрсын? Туризм жөнінде задача берді. Бұлай, общий пікір біздің ауылымыз жағдайын бүйтіп бұлай түсінігі бар кісі екен, жақсы түсінді. Жақсы жағынан көмектесуге ол кісі дайын екенін білдірді. Осы барлық мәселені президентке жеткізем деді. Маған ең бірінші, егерде табиғат қорғау керек болса, мен оны бірінші қорғаймын деді. Мен табиғат үшін, табиғатты қорғаймын деді. Ең басты мәселе. Рахмет барлықтарыңа. Скілерға барар екен, соған осы дайын қағаздарды юристке маған әкеп бер. Скілерға барған кезде менде болсын деді. Рахмет барлықтарыңа.